Бүгін біз логарифмнің қандай қасиеттері бар, логарифм дегеніміз не, соған тоқталатын боламыз. Бірінші, логарифм дегеніміз не екен? Біз екінің қандай дәрежесін қойғанда 8 болады. Біз білеміз, екінің 3 дәрежесі бізде ол 8-ге тең болады. Екінің 4 дәрежесі бізде ол 16-ға тең болады. Немесе екінің қандай дәрежесін қойғанда 16-ға тең болады. Логарифм дегеніміз, сонда бізде мынандай сұрақ қойсақ болады. Логарифм 2 негізді 8 ол қаншаға тең болады? Яғни, екінің қандай дәрежесі, екінің қандай дәрежесі 8-ге тең болады. Ол бізде 8-дің, яғни логарифм 2 негізді 8 3-ке тең болады. Тағы мысалы, 2-ның 3-тің 4 дәрежесі ол бізде 81-ге тең болады. Логарифм тілінде оқысақ, логарифм 3 негізді 81, яғни 3-тің қандай дәрежесі ол 81-ге тең болады. Ол 4 дәрежесі 81-ге тең болады. Енді онда логарифмнің қасиеттерін қарастырып көрейік. Логарифмнің қасиеті, біз жаңа айтып отырған логарифм, мысалы, 2-ның 3 дәрежесі ол 8-ге тең болды дейік. Осы 3 деген санды алып қарастырсақ, немесе былай жаздық. Логарифм 2 негізді 8, немесе ол 3-ке тең болды. Екеуі бірдей, оқылуы мағыналары бірдей. Біреуі логарифм тілінде, біреуі дәреже тілінде. Сол алып отырған b деген, яғни 2 деген санымыз 0-ден үлкен, қарастырып отырсыз, 0-ден үлкен болу керек. Және 2 деген санымыз 1-ге тең болмау керек екен. Және 2 деген санымыз бір результатты беру керек екен. Логарифм мысалы 2-ден 8 ол 3-ке тең болды. Немесе 2 немізде 3 ол 8-ге тең болды. Тағы бір мысал қарастырып көрейік. Мысалы, біз айтайық, 9-дың 2 дәрежесі ол 81-ге тең болды. Логарифм тілінде жазсақ, мына 2-міз бізде 0-ден үлкен. Және 2-міз ол 1-ге тең емес болу керек. Онда логарифм тілінде жазсақ, логарифм 9 негізді 81, одан шығатын нәтиже бізге керекті сан 2. Сонда екеуі бір-біріне кері, дәреже мен логарифм бір-біріне кері ұғым екен. Дәрежеде бізге керекті сан 2 болса, логарифмде де бізге керекті результат 2. Өйткені біз қандай санды қойсақ 81 шығады. Ал мына жерде тура сол. Қандай санды қойсаң 81 шығатынын анықтау керек. Енді логарифмнің мынандай қасиеттері бар. Егер сіз логарифм берілген функцияға, берілген өрнекке негізіне логарифм b негізі x деп жаздық қой. Мынау логарифм негізі болып оқылады, мынау негізі. Негізіне егер 10-ды берсеңіз, логарифм 10-ды берсеңіз, онда біз оны 10 деп жазбайды екенбіз, log деп жазады екенбіз. Log дегеніміз оқылу бойынша ол 10-дық логарифм деп аталады екен. Егер тура солай, егер негізіне логарифм b x-қа негізіне
e деген санды жазсаңыз, e деген санымыз білеміз, 2,72 арға кете береді. E деген санды жазсаңыз, біз оны log логарифм e негіз x деп оқымайды екенбіз. Оны біз ln деп оқиды екенбіз. ln дегеніміз бізде натурал логарифм деп аталады екен. Енді логарифмнің қасиеттерін қарастырайық. Логарифмнің қандай қасиеттері бар? Бірінші айтайық. Бірінші қасиеті логарифм b негізді b ол әрқашан 1-ге тең болады. Мысалы, логарифм 2 негізді 2 ол 1-ге тең. Немесе біз білеміз, 2-нің қандай дәрежесін қойсаңыз 2-ге тең болады. Ол 1 дәрежесін қойсаңыз 2-ге тең болады. Екінші қасиеті. Логарифм егер b негізді 1 тұрса, 1-ді көрсеңіз мұнда. 1-ді көрсеңіз, әрқашан ол 0-ге тең болады. Мысалы, логарифм 68 негізінде 1 болсын. Бұл бізде 0-ге тең. Немесе логарифм 200 негізінде 1 болсын. Ол да бізде 0-ге тең. Осындай қасиеті бар екен. Және үшінші қасиеті. Логарифм b негізде m көбейтілген m түрінде белгісін дейді. Онда біз екеуін бірге жіктеуге болады екен. Логарифм bm қосылған логарифм bn түрінде. Мысалы, сізге мынандай есеп берілсін. Логарифм 2 негізде 128 берілсін, Мен бұны бұл қасиетпен қалай жазылам? Логарифм 2 64 көбейтілген 2 түрінде жазсам болады. Енді ары қарай жіктесем, ол енді логарифм 2 көбейтілген 64 қосылған логарифм 2-ден 2 шығады. Осылай жазуға болады екен. Келесі қасиет бізде. Ол 4-ші қасиет болды бізде. 4-ші қасиет. Логарифм b дегізде m бөлінген m болса, біз екеуін ортасын азайту ретінде жаза алады екенбіз. Логарифм bm бөлінген логарифм bn түрінде. Мысалы, логарифм 3 27 бөлінген 6 болсын. Біз бұны бөлшек түрінде логарифм 3 негізді 27 азайтылған логарифм 3 негізді 6 түрінде жазуға болады екен. Енді 5-ші қасиет қалды бізде. Бесінші қасиетіміз логарифм b негізде m-нан r болсын. Онда мына r-іміз түсіп кетеді алдына. r логарифм b-дан m болады. Мысалға, мынандай мысал болсын. Логарифм 2-ден 2-нің 3 дәрежесі болсын. Ол бізде 3 алдына түсіп кетеді. Логарифм 2-ден 2 болады. Біз бағана мынандай қасиет өттік. Логарифм бірінші қасиет. b негізді b болса, бізге ол 1-ге тең дедік. Сонда 2 негізді 2 ол 1-ге тең, сонда жауап 3 болып шығады екен. Тағы бір мысал қарастырып көрейік. Логарифм 3 негізді 27 болсын дейік. Онда логарифм ол 3-тің кубы, 3 алдына түсіп кетеді. 3 логарифм 3-тен 3. Ол бізде 3-ті береді екен. Келесі қасиет бізде. Енді осы қасиеттерді пайдаланып біз есеп шығарып көрейік. Бірінші есебіміз мынандай болсын. Бірінші есебіміз
логарифм 5 негізде 1 бөлінген 5 болсын. Бұл бізде қаншаға тең? Енді біз білеміз, төменгі сыныпта өткен a-ның минус n дәрежесі деген бұл 1 бөлінген a-ның n дәрежесі. Сонда 5-тен 1 дегеніміз бұл 5-тің минус 1 дәрежесі. 5-ші қасиетті өткен соңғы қасиетті пайдаланып, соңғы қасиетіміз недір? 5-ші қасиет. Соны пайдаланып шығарсақ болады екен. Сонда қалай болады? Логарифм 5 негізде 5-тің минус 1 дәрежесі болады. Енді минус 1 алдына түсіп кетеді. Минус 1 логарифм 5 негізде 5 болады. Ал 5 негізде 5 менде ол минус 1-ге тең. Сонда шешімі минус 1 болады екен. Келесі есеп шарт қойық. Келесі есеп. Логарифм 3 негізде 1 болсын дейді. Біз бұны білеміз, негізде 1 болса, ол әрқашан 0-ге тең болады. Үшінші есеп шарт. ln түбір астында синус x көбейтілген косинус x болады екен. Бұны қалай шығарамыз? Бұны бірінші жіктеп жазып алайық. ln дегеніміз бағана айтты, иә? Логарифм егер негізінде e болса, оны біз ln деп оқимыз, немесе натурал логарифм деп оқимыз. Сонда ln синус x көбейтілген косинус x-тің сыртында 2-ден 1 дәрежесі бар деп алайық. Енді мына 2-ден 1 дәреже біз білеміз, логарифмнің қасиеті бойынша алдына түсіп кетеді. Сонда 2-ден 1 ln синус x көбейтілген косинус x болады, иә? Осылай жазуға болады. Ары қарай ықшамдасақ не болады? Ықшамдасақ біз бағана айттық, егер екеуі көбейту болса, екі логарифм көбейту болса, қосу ережесімен ашуға болады дедік. Сонда ln, ары жалғастырсақ, 2-ден 1 ln синус x 2-ден 1 ln косинус x болады. Бұл қай ережеге келді? Бұл үшінші ереже. Үшінші ереже бойынша логарифм a b n бөлінген көбейтілген m десек, біз бағана айттық бұны. Логарифм b негізді n қосылған логарифм b негізді m түрінде жазсақ болады деді. Сол түрінде жазылады. Сонда бұл өрнектің шешімі осылай болады екен.